Сәлем достар, төркіндегі 4-ші күн бүгін. Кеше сестренкам үйіне қонған болатын. Сол кезде пицца чекен заказ берген. Содан қалған пиццаны бала-шағамен тағы жеп алдық та, сонымен подругам үйіне барып шығайын дедім. Енді сәлемдесіп, мектепте бірге оқыған подругам. Сөйтіп келдік, томиристі алып алдым, ең бұзық қызымды. Бұл деген терезенің алдына шығып кетсе бола ма? Мә, позорым шашып, жабаизм болып тұр ғой. Анан мынаны айтып, сосын кешке туысқандармен кафеге бардық. Жеңгелеріміз, мына жерде келініміз бар. Барлығы мені енді қыз деген үйге қонақ қой, сол қонақ болып кел деп барлығы кафеге шақырды. Кішкене болсын уақыт өткізейік, күнде келе бермейсің, жылына 1-2 рет қана келесің деп ше. Сомен өстіп күшті отырдық, шашлик анау-мынау заказ бердік, биледік. Барлығы айтып жатыр ғой жеңгелерім, сен арқаңда билеп қалдық біраз деп ше, біраз болып еді шықпағалы деп. Күшті сезім болды ғой. Негізі төркінге барсаң осылай сыйлап, туысқандарың шақырып, күтіп жібергенге не жетсін. 1 жылда бір әрең келеміз өзіміз деген төркін жаққа. Сол сестренкамыз бәріміз билеп, содан кейін үйге қайтамыз. Қазір сестренкам үйге қонамын, одан кейін таңертең уже жолға шығу керек, еще дайындалу керек дегенде бір 10-ға дейін отырып қайтамыз деп жаңа мама пападан сұранған болатынбыз. Барлығымызда кішкентайымыз бар ғой, мен де сестренкам да келін де барлығымыз сол мамаға тастап кеттік. Қарай тұрыңыз, енді кішкене болсын 1-2 сағат отырып қайтайық деп. Жеңшелеріме, келініме, сіңілдеріме көп рахмет. Мен сыйлап, көңілімді көтеріп, өстіп кафеге шақырып жатыр. Енді осыдан кейін қашан келеміз төркінге, бір алла біледі ғой. Енді мен де Құдай қаласа аман-есен босанып алуды Аллам нәсіп етсін. Босанғаннан кейін уже баламен үйде шығамайсың. Енді мамалар маған келмесе, енді мен бармайтын шығармын 1-2 жылсыз деп қоямын. Енді көреміз. Сол енді от души тастап мына жерде билеп алдық. Би көрмегенде отырмаймыз ғой, ішіп жеп алдық. Бірінші қарын тойғызып, сосын отырмай от души до конца биледік қой. Енді кеттік, біз жолға дайындаламыз.